Хромосомалық аурулар тақырыбына арналған тест. Сұрақ: хромосомалық немесе геномдық мутация нәтижесінде пайда болатын аурулар. Жауабы: хромосомалық аурулар. Даун синдромының трисомиясы. Жауабы: 21-ші жұп. Осы тұста айта кететін жайт, адамда 23 жұп хромосома бар. Мынау қалыпты жағдайдағы хромосома жиыны. Егер қандайда бір жұпта 3 хромосома болатын болса, 2 хромосоманың орнына 3 болатын болса, ол трисомия деп аталады. Енді біз трисомияның 3 түрін қарастырамыз. Егер 13-ші жұпта 3 хромосома болса, оны біз Патау синдромы деп атаймыз. Патау. Өйткені оның ең алғаш Патау деген ғалым ашқан болатын. Сол ғалымның есімінің құрметіне қойылды. Патау синдромы. Егер 18-ші жұпта 3 хромосома болатын болса, оны біз Эдвардс синдромы деп атаймыз. Эдвардс. Эдвардс. Ал егер 21-ші жұп хромосомада 3-ші хромосома пайда болатын болса, яғни трисомия болатын болса, ол Даун синдромы болады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, 3-ші хромосома қосылғандықтан, жалпы хромосомалар саны 47 болып кетеді. Көп жауаптылық кейбір сұрақтарда кездеседі. Егер трисомия болатын болса, кез келген трисомия, Даун болсын, Эдвардс, Патау болсын, онда хромосома саны 47 болады. Өйткені мына жерде тағы бір хромосома қосылып тұр, 47. Енді әрі қарай сұрақтарға ораламыз. Тек ер адамда кездесетін синдром. Ол бізде Клайнфельтер. Келесі, Шершевский-Тернер синдромы. Бұл тек қана әйелдерде кездеседі. Салмақтары өте жеңіл, бойлары қысқа болады, және жыныс хромосомасы X0. Бұл жерде жыныс хромосомасы негізі қалыпты жағдайда XX болу керек, бірақ бізде жалғыз X қана. Шершевский-Тернер синдромы кезінде. Демек, хромосома саны 45 болады. Келесі, Патау синдромы, міне, бұл 13-ші жұп аутосомалар бойынша трисомия. Баланың өмірі ұзақ болмайды. Бұл хромосомалық ауру. Келесі, Эдвардс синдромы. Бұл 18-ші жұп аутосомалар бойынша трисомия. Міне, 18-ші жұп Эдвардс. Хромосома саны 47. Және бұл ауру кезінде қол саусақтары өте ұзын немесе өте қысқа болады. Мына жерде 21-ші жұп аутосомалар бойынша трисомия Даундікі, 13-ші жұп аутосомалар бойынша трисомия бұл Патау синдромынікі. Ал енді жауаптарымызды тексерейік. Міне, Даун синдромының трисомиясы 21-ші жұпта. Патау синдромы 13-ші жұп. Ал Эдвардс синдромы 18-ші жұп аутосомалар бойынша трисомия.